ел президентінің бастамасымен соңғы жылдар белесінде елімізде, мемлекетте, жалпы қоғамның жаңағы алға дамуын қамтамасыз ететін бірқатар баянды бастамалар жүзеге асып келе жатыр. Әсіресе мынау 2022 жылғы жүргізілген конституциялық реформа, оның жаңағы аясындағы атқарылып жатқан жұмыстардың барлығы да осы мемлекет басшысының әділетті Қазақстан идеясының негізгі жүзеге асуға негізгі түрткі болып табылады. Жалпы біз қазір мынау демократиялық қоғам құрамыз, демократияға негізделген мемлекет құрамыз деген бағытта жұмыс жүргізіп жатырмыз. Әрине, демократия деген сөз ол өз құқығыңды көшеде ғана айқайлап талап ету емес, өзгенің де құқығын сыйлау. Соның жаңағы пікіріне құлақ асу. Мінекей бұл тараптағы осы жүзеге асырылып жатқан конституциялық реформаның аясында жүзеге асырылып жатқан жаңағы судьялардың сот төрелігін қамтамасыз ету. Сонымен қатар мынау есеп беретін үкімет, жаңағы тыңдайтын парламент жаңағы қағидасын жүзеге асырудың барлығы да осы жаңағы мемлекетіміздің әлеуметтің әлеуетін көтеруге және де елдегі мынау саяси реформаларды жүйелі түрде жүзеге асыруға бағытталған негізгі қадам деп парықтаймыз.